Kelesi үшінші есеп бізде сатылы бөлшекке байланысты есеп. Бірінші амал үстін жасаймыз, сосын астын жасаймыз, сосын екеуін бір-біріне бөлеміз. Бірінші амалда 6-тан 7-ні азайтамыз, 3-тен 2-ге орта еселік мынаған 2, мынаған 1. 6-дан 7 азайту 4, бізде 6-дан 3 болады, иә. Одан кейін барып екінші амал 6 азайту 2-ден 1. Біз мынаған 2 береміз, сонда 6-дан 12 азайту 1 болады. 6-дан 11. Үшінші амал 6-тан 3-ті бөлеміз 6-тан 11-ге. Ол бізде 6-тан 3 көбейту 11-ден 6 болады. Қысқарып жауабы 11-ден 3 болады екен. Так, ондай жауап жоқ дейді. Так, мына жерде 6 есе 2 болады екен. Мына жақта бізде 2 болады. Орта еселік 2 береміз қайтып екен. Сонда 2-ден 11, ол 2 жоғары кетеді. Сонда мына үшеу кетеді, 11-ден 1 болады. В болады екен. Келесі 8-ші есеп. 7-ден 1 ол 10 бөлшекке айналмайды. Сол үшін 7-ден 1 азайту 0,1000-мыңнан 125 дегеніміз, ол мыңнан 125. Оны 125-ке қысқаратын болса 8-ден 1 береді. 8-ден 1. Сонда 56, мынаған 8, мынаған 7 береміз. Сонда 8 азайту 7, 1 болады. 56-дан 1. 0,05 дегеніміз бізде 0,05 дегеніміз, ол 100-ден 5, оны 5-ке қысқартамыз, 20-дан 1 болады. Сонда 20-дан 1-ді бөлеміз 56-дан 1-ге. Соны 20-дан 1, ол көбейту 1-ден 56 болады. 2-ке қысқартам, 10, 28. 2 өтір 8 да болады. Келесі 9-ші есепте біз x барларын астын 1 рет сызамыз, x жоқтарды 2 рет сызамыз. Сонда 5, 1,8 мен 0,4 азайтылады, себебі арасы алу тұр. Сонда 1,4x болады. Ал 0,2 мен 0,6 қосылады, өйткені екеуінің де алды қосу болып тұр. Сосын 5-ті әр қайсына көбейтемін. 7x қосу 4 болады, сонда с. Мұнда біз жақшаны бірінші сыртындағы жақшаны ашып алуымыз керек. Көркейтейік. Міне сыртындағы жақша, ол мынау жақша. Значит, бірінші ішіндегі жақшасын ашып аламыз. А қосу В минус жақша ашылған. А мынау минусты мынаған және мынаған көбейтемін. Минус минусқа плюс В болады. Минусына плюс, минус А болады. А мына жерде плюс бізде. Енді мынау жақшаны ашамыз асықпай. Бұл жақшаның алды минус болғандықтан бұл жақшаны әр қайсысына көбейткен кезде таңбалары керісінше өзгереді. Плюс В болады. Алу А. Маған өзгермейді, себебі сыртында тұр минус А. Енді қараңдар, минус А мен плюс А қысқарады, минус В мен плюс В қысқарады, минус А мен плюс А қысқарады. 2В алу А болады. Сонда жауабы А варианты болады. Мұнда да тура солай 12-де. Бірінші ішіндегілерін ашасыңдар. Жай жақша. Минус тұр, мынаны каждыйына көбейтемін. Минус М плюс Н. Мына жақта да минус тұр. Минус N, минус M. Мына жақта бізде екеуі плюс. Жақшаны жабам, минус M. Енді қараңыздар, мына жақшаның алдында плюс тұр ғой. Значит, жақшаның алдында плюс тұрса, жақшаны жай ғана алып тастай салуға болады. Минус M плюс M қысқарады. Плюс M минус M қысқарады. Плюс N минус N. Мына екеуі бізде қосылады. 2N болады. Ал N. Так, қай жерде бір жер қате кетіп қалды. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir нәрсе ұмытып кетіппіз ғой. N, M, N, N, M, M, N. Мына жақта тағы да бір N бар екен, минус N бар екен тағы да. Сонда мынаумен N қысқарады, сонда бізде плюс N, минус N шығады жауабы. N, минус N. Жауап сонда бізде В вариант. Ана жерде жай мына екеуін азайтып жауабын шығарып саласыздар. Вот осыны түсіндіргім келіп сіздерге. Басты есеп. Бұл жерде ортақ еселік береміз барлығына. Ортақ еселік 2 мен 3-тікі 6. Мынаны 2-ке бөлем 3, мынаны 3-ке бөлем 2, 6-ны 2-ке бөлем 3, мынаған 6 берем, себебі асты 1. Сосын біз бөлімін жазбаймыз, тек үстін ғана жазамыз. Мыналарды екеуін көбейтеміз.
3x болады. Алу мына жақта 2 жақша ашылған 2x қосу 3. Тең 3, алу 12x. Енді мына 2-ні әрқайсысына бүйтіп көбейтіп алуымыз керек. Көрдіңіздер ме? Бірден көбейтпейсіңдер, жақша болады. Мысалы жазып аламыз. Себебі алдында минус жақша таңба өзгереді. Минус 4x, минус 6 тең 3, алу 12x. Енді x-тарды бір жаққа жинаймын, сандарды екінші жаққа жинаймын. Сандарды солға жинаймын, оңға жинаймын, ал x-тарды солға жинаймын. Сонда 3x-тан 4x азайтса минус 1x, оған минус 12 плюс 12x болып келеді. 3, мынау минус 6-мыз плюс 6 болып өтеді. Сонда 11x тең 9, x тең 9 бөлі 11 болады. 9 бөлі 11 D варианты болады. Мұнда пропорция арқылы шығарамыз. Мұны мұнда шығарамыз, мынаны мұнда шығарамыз. Сонда 48 көбейту 35 тең 8 көбейту 5, x алу 13. Сосын мына 8-ден 5-ні мынаның астына қайттан бөлу қылып жібере салайық. Тең x алу 13. Енді 48 мен 8 қысқартқан 1, 6, 35 мен 5 қысқартқан 1, 7, 6 мен 7-ні көбейтсем 42, x алу 13. Алу 13 мұнда қосылады. 42-ке қосам 13. Тең x тең 25 болады.